Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қол жетімді заттармен қатпарлары көп қытырлақ слоеный самсаның қамырын дайындаймыз. Егер видео сізге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және міндетті түрде жасап көріңіз. Табаға су, тұз, жұмыртқаны салып, араластырып, артынан ұнды салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы етіп 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Қамырды орташа жұқалықта жайып аламыз. Алдын ала ерітіліп суып тұрған майды қамырдың бетіне бір келкі етіп жағамыз. Қамырды оқтайға тығыздай етіп орап, ортасынан кесіп шығамыз. Кесілген қамырды бір жағын үлкен, бір жағын кіші размерде ортасынан бөлеміз. Бөлінген қамырды видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аламыз. Кішірек етіп кесілген қамырды кеспе сияқты бөліктерге бөліп, үлкен етіп кескен қамырдың бетіне қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей үлкен қып кескен қамырымыз ада болғанға дейін кішкентай қамырды кесіп бетіне қойып шығамыз. Дайын болған қамырды майы қатқанға дейін жарты сағат морозильникке қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырды алып, өз қалауларыңызша салмасын дайындап, самса түйіп шықсаңыздар болады. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетін өз қалауларыңызша күнжіт макпен әсемдесеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің қатпарлы самсамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны жоғалтпау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.